Қайырлы күн құрметті достар, біз екінші сабағымызды бастаймыз. Екінші сабақта арбитраж деген не деген сұраққа жауап береміз. Егер де сіз мен бірінші сабағымда кіріспе сабағында көрмесеңіз, көріп кетіңіз, неге арбитражбен айналысу керек, қандай минустар бар, плюстар бар деген туралы айта кеткенмін. Енді арбитраж деген не? Арбитраж деген француз тілінен әділ шешім деген мағынаны білдіреді. Ол бізде қаржылық айырмашылықтың арқасында пайда табудың әдісі болып саналады. Және де ол бізде сауда-саттықтың қатысуында баға айырмашылығынан пайда табу болып саналады арбитраж дегеніміз. Ал енді бізде P2P дегеніміз, P2P дегеніміз ол бізде person to person, яғни адамнан адамға деген мағынаны білдіреді. Яғни адамнан адамға ақша және де криптовалюта аударымдарын айтуға болады. Енді бізде мысалы келтірген арбитражға мысалы келтіретін болсақ, мысалы сіз қатты сурет шықпайды менен, бірақ біз Алматы қаласынан 1 миллион теңгеге машина алдық деп есептейік. Және де Алматы қаласында конкуренция көп болғаннан кейін арзан бағада миллион теңгеге машина сатып аламыз. Енді сіз оны өз қалаңызға барып, мысалы Семей қаласына барып саттыңыз дейік. Ол Семей қаласында сіз оны, бұл машинаны 1 миллион 200-ге саттық дерлік. Сонда арасында бұның сіз 200 мың теңге пайда көріп тұрсыз. Яғни осыны біз арбитраж деп атаймыз. Яғни бір жерден арзанға алып екінші жерге қымбатқа сатқанымыз, ол бізде арбитраж болып саналады. Немесе мысалы Қытайдан товар аласыз да, оны Қазақстанға келіп сатасыз. Ол да бір жөнінен Қытайдан келіп Қазақстанға барып сатасыз. Бұл да бір арбитраждың бір түрі деп айтсақ болады. Яғни арзанға алып қымбатқа сату. Және де бұл жерде бізде енді P2P арбитражға келетін болсақ, P2P арбитраждан мысалы келтіретін болсақ, сіз Каспий банк бар, сізде Каспий банк бар. И Каспий банктан сіз доллар сатып аласыз. Мысалы 1000 доллар сатып алдық дейік. 1 теңге 460-тан 1 доллары 460-тан 1000 доллар сатып алдық дейік. Енді оны сіз Центр кредитқа 461-ден сатасыз. 461-ден сатасыз. 461-ден сатқан кезде сізде 461 мың теңге пайда болады. Бұл жерде сіздің пайдаңыз 1000 теңге болып тұр, яғни осы екеуінің арасынан 1000 теңге пайда көресіз. Яғни 460 мыңға 1000 доллар аласыз, 461-ден сатқанда 461 мың шығады. И 1000 теңге сізде пайда болады. Және де осының ортасында сізде осыны жасау үшін сіздің ортаңызда Binance немесе Bybit, басқа да платформалары сияқты грант болады. Яғни сіздің ақшаңыз жоғалып кетпеуіне, сізді алдап кетпеуіне қарап тұрады. И сіз солардың арқасында осындай пайда табасыз. Және де бұл примерно енді P2P-дің связкаларының, яғни сіздің пайда табуыңыздың бір теория жүзінде түсіндіргенде осындай болады. Бірақ практика жүзінде ол басқалай болады да, бірақ та дегенмен бір схемасы осы болады. Яғни сіз арзан жерден аласыз, мысалы басқа бір банктан арзан аласыз да, оны басқа банкқа қымбатқа сатасыз. Сол кезде сіздің пайдаңыз шығады. И біз қазір енді комиссияны есептеп қай платформаға қалай салу керек екенін келесі сабақтарда көріп аламыз. Осы арбитраж қалай екенін түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше